I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Hammer and here in round one. He is right up rocking Deontay Wilder қарсыласын ес-түссіз сұлатып түсіру үшін бұл боксшыға бір ғана соққы жеткілікті. Өзінің бокс мансабында қарсыластарының барлығын дерлік нокаутпен жеңіп келе жатқан Уайлдер алғаш рет бокс залына 20 жасында келген десем, сенесіздер ме? Ауру болып туылған баласының емі үшін баскетболдағы мансабын тастап, боксқа келуге мәжбүр болған ол қазір аса ауыр салмақтың супер жұлдызы саналады. Бүгінгі видеода осы бір америкалық боксшының бас айналдыра нокауттарымен таныс боламыз. Forcing a bit of an uncomfortable tempo and pace. Ассаламағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін Әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Деонтей Уайлдер 1985 жылдың 22 қазанында ақштың Алабама штатында дүниеге келеді. Жасөспірім кезінің өзінде бойы 2 метрден асатын Деонтей баскетбол немесе америкалық футболдағы кәсіпқой мансабын бастауды ойластырып жүреді. Алайда 19 жасқа толғанда жақында дүниеге келетін қызының омыртқасында ауыр дерті бар екендігі анықталады. Оны емдеу үшін қыруар қаржы керек екен. Тез арада көп ақша әкелетін табыс көзін іздеуге мәжбүр болған Деонтей 20 жасында бокс залына келеді. Себебі Уайлдер секілді аса ауыр салмақ боксшыларына бокста өте көп ақша төленеді. Алғашында Деонтейге залда ешкім мән бермейді. Алайда өзінің табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында 2 жылдың ішінде әуесқойлар арасында ақштың чемпионы атанады. Осы қарқынмен 2008 жылы Бейжің олимпиадасында қатысқан Деонтей жартылай финалда 2 дүркін әлем чемпионы өте тәжірибелі итальяндық Клементо Руссодан ұпай санымен жеңіліп қалады. Осылайша олимпиаданың қола жүлдегері атанған ол дәл осы жылы кәсіпқой боксқа ауысатындығын жариялайды. Деонтей 4 жылдың ішінде 25 жекпе-жек өткізіп, барлығын таза нокаутпен жеңеді. Тағы бір айта кетерлігі, 25 қарсыласының тек 2-еуі ғана 4-ші раундқа дейін жеткен екен. 2012 жылдың соңында Уайлдер WBC Continental Americas белдігі үшін жекпе-жекке шығады. Қарсыласы Келвин Прайсты 3-ші раундта таза нокаутқа жібереді. жылдың жазында белдігін қорғау жекпе-жегінде кәсіпқой бокста бұрын әлем чемпионы болған белорус боксшысы Сергей Ляховичпен кездеседі. Алғашқы раунд ортасында қарсыласын есеңгіреткен Уайлдер іле-шала белорус боксшысын ауыр нокаутқа жібереді. Мұндай соққыдан соң өліп кету де ғажап емес. 2014 жылы Деонтей WBC чемпиондық белдігінде үміткер дәрежесіне таласады. Қарсыласы америкалық Малик Скотты жекпе-жек бастала сала алғашқы 1-2-мен сұлап түсіреді. Айта кетерлігі, Малик Скотт қазіргі таңда Деонтей Уайлдердің бас бапкері. Өмірде не болмайды дейсіз? Осылайша WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағына таласуға басты үміткер атанған ол 2015 жылдың басында осы белдіктің иесі канадалық Бермейн Стивернге қарсы жекпе-жек өткізеді. Стиверн белдікті Крис Ариоламен өткен жекпе-жекте жеңіп алған болатын. Алғашқы раундтарда Деонтей қарсыласын нокаутқа жіберуге тырысып, шабуыл жасап бағады. Алайда Стиверн өзінің чемпион екендігін қарсыласының есіне салып, шабуылға шабуылмен жауап беріп отырады. Қарсыласының оңай шағылатын жаңғақ емес екендігін түсінген Уайлдер тактиканы бірден өзгертіп, ұзын қолдарымен қашықтан соға бастайды.
Осылайша жекпе-жекті төрешілер шешімімен жеңіске алып келген ол өзінің 33-ші жекпе-жегінде аса ауыр салмақта әлем чемпионы атанады. Айта кетерлігі, бұл жекпе-жек Уайлдердің мансабында төрешілер шешіміне жүгінуге мәжбүр болған жалғыз жекпе-жек. Ары қарай Девонтей енді чемпиондық белгін қорғау жекпе-жектерін өткізіп, қарсыластарын оңды-солды сұлата бастайды. Алдымен мексикалық Эрик Молина 9-ші раундқа дейін шыдап береді. Ал француз Жоан Диопа тіпті 11-ші раундқа дейін жетеді. Жекпе-жекті жақсы өткізіп келе жатқан поляк Артур Шпильканың қателескен сәтін күтіп жүрген Уайлдер 9-ші раундта қарсыласын ес-түссіз сұлатып түсіреді. Бұл соққыдан соң поляк боксшысы ауруханада бірақ есін жиған көрінеді. Осыдан соң 2016 жылы ресейлік Александр Поветкинмен жекпе-жек ұйымдастырыла бастайды. Алайда Поветкин көп ұзамай допинг дауына ілігіп, сол күйі жекпе-жек өтпейді. 2017 жылы әлі жеңіліс көрмеген америкалық боксшы Джеральд Вашингтон Уайлдермен соққы алмасып көрмек болады. Алайда 5-ші раундта онысы қателік болғандығы анықталады. Дәл осы жылы Бермейн Стивернмен реванш өтеді. Бұл жолы жай ақша үшін ғана шыққан Стиверн алғашқы раундта 2 рет құлап тұрады. 3-ші рет құлағанда аяғын сезбей қалған Стивернді көрген рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады. 2018 жылдың басында техникасы өте мықты кубалық Луис Ортиспен жекпе-жекке шығады. Ортис алғашқы раундтарда Уайлдерді қуып жүріп сабай бастайды. Алайда соққысы ауыр Девонтей 5-ші раундта жанталаса соққан соққылармен кубалықты нокдаунға түсіреді. 7-ші раунд соңына қарай өзіне келіп алған Ортис есе қайтаруға тырысып, қарсыласын сол қолдың қарында соққысына ұстайды. Алайда құлатуға қанша тырысып бақса да, Уайлдер құламай қояды. Осы шабуылынан соң шаршап қалған 39 жасар кубалықты Уайлдер 10-ші раундта тоқтатады. 2018 жылдың соңында әлі жеңіліс көрмеген бокстың супер жұлдызы Тайсон Фьюриге қарсы жекпе-жек өтеді. Бұған дейін 3-1 чемпиондық белдікті беліне байлаған британдық боксшы рингке көптен бері шықпағандықтан ол белдіктерінен айырылып қалған болатын. Бір қарағанда ебедейсіз үлкен көрінетін Фьюриге соққы дарыту өте қиын. Жекпе-жек барысында Уайлдердің де соққылары ауа қармаумен болады. In the lead up to the fight, Fury saying that he was going to knock Deontay. Fury does try to utilize the real estate, herky-jerky style, but Fury now tagging Wilder. Алайда 9-ші раундта орайын тапқан Уайлдер қарсыласын нокдаунға түсіреді. Дегенмен Фьюри түк болмағандай орнынан көтеріліп, жекпе-жекті одан ары қарай жалғастырады. 12-ші раундта Уайлдер қарсыласын ауыр нокдаунға түсіреді. Әдетте Девонтейдің бұндай соққыларынан соң қарсыластар орнынан тұрмайды. Ал Фьюри болса, тағы да түк болмағандай орнынан көтеріліп, жекпе-жекті соңына дейін жеткізеді. Осылайша таза жеңіліп келе жатқан жекпе-жекте Уайлдер 2 нокдаунның арқасында тең нәтижеге қол жеткізіп, чемпиондық белдіктерін сақтап қалады. 2019 жылдың көктемінде америкалық Доминик Бризилді алғашқы раундта тура ринг ортасында сұлатып түсіреді. Осы жылдың соңында Луис Ортиспен реванш өтеді. Кубалықтың сәл ғана басымдығымен өтіп жатқан жекпе-жектің 7-ші раундында Уайлдер қарсыласын қарсы соққыға ұстап нокаутқа жібереді. Жеңісіне шабыттанған Уайлдер 2020 жылдың басында Тайсон Фьюриге қарсы реванш өткізеді. Алдыңғы жекпе-жегінен қорытынды шығара алған Фьюри жекпе-жекті агрессивті мәнерде бастап 3-ші раундта Уайлдерді нокдаунға түсіреді. Нокдауннан соң біршама күшін жоғалтып алған Девонтей 5-ші раундта тағы да құлайды. Көп соққы өткізіп, құлағынан қан кетіп жатқан әрі аяғында әрең жүрген Уайлдерді көрген командасы 7-ші раундта жекпе-жекті тоқтаттырады. Осылайша еңгезердей Тайсон Фьюри 2 метрлік Уайлдерді бульдозер секілді үстінен таптап өтті десек те болады. Алғашқы жеңілісі жанына қатты батқан Девонтей жекпе-жекті тоқтаттырған үшін бапкердің қызметінен алып тастап, орнына өзі кезінде нокаутқа жіберген Малик Скоттты тағайындайды. Сонымен қатар жекпе-жекте тез шаршап қалғандығына рингке киіп шыққан киімі тым ауыр болды деп сылтау айта бастайды. Осылайша жеңілісін мойындамаған Уайлдер мен Фьюридің арасында 3-ші жекпе-жек ұйымдастырылады. 2021 жылдың соңында өткен бұл жекпе-жекті Девонтей өте белсенді бастайды.
Алайда Фьюри шабуылға шабуылмен жауап беріп, реті келгенде Клинч пен Уайлдердің қолын байлап тастап отырады. Бойлары 2 метр, салмақтары 100 келіден асатын екі боксшы тоқтамай соққы алмаса бастаса, жекпе-жек ұзаққа бармайтындығы анық. Қолдары ұзын болса да, жақын қашықтықта өте жақсы жұмыс істейтін Фьюри 3-ші раундта Уайлдерді нокдаунға түсіреді. 4-ші раундта өзіне тым сенімді болып қорғаныстан ұмытып кеткен қарсыласын Уайлдер оң қолдың тура соққысымен күтіп алып нокдаунға түсіреді. Асықпай жерде жатып демалып алып, орнынан тұрған Тайсонды Деонтей тағы да құлатады. Одан ары қарай қателігін қайталамаған Фьюри қарсыласын асықпай соққының астына ала бастайды. Есі кіресілі шығасылы болып жүрген Уайлдерді Тайсон 10-ші раундта құлақ шекеден ұрып құлатады. Аяғында әрең тұрса да берілуден мүлде бас тартқан Уайлдерді Фьюри 11-ші раундта құлаштап тұрып соққан оң қолмен бет-бетімен түсіреді. Кейіннен бұл жекпе-жек 2021 жылдың ең үздік жекпе-жегі номинациясын жеңіп алған болатын. Уайлдер бұл жолғы жеңілісі үшін ешқандай сылтау айтпай қарсыласының мықтылығын мойындауға мәжбүр болады. Нокауттан соң қалпына келуге бір жыл үзіліс алған ол 2022 жылдың соңында Финляндия боксшысы Роберт Хелениусты алғашқы раундта нокаутқа жібереді. Осылайша 43 жекпе-жектің 42-сін таза нокаутпен аяқтаған Уайлдер жасы 38-ге келіп қалса да әлем мансабын аяқтай қояр түрі жоқ. Ендігі жекпе-жегі 2024 жылы британдық Энтони Джошуаға қарсы жоспарлануда екен. Деонтей Уайлдер балалары үшін осы бір қиын спортты таңдаған үлгілі әке ретінде көрінгенмен, ол да кез келген қара нәсілді боксшы секілді әйелге қол көтеру, есікті сақтау баптары бойынша бірнеше рет сотты болған. Міне достар, қазіргі таңдағы кәсіпқой боксшылардың арасында соққысы ең ауыр Деонтей Уайлдердің мансабы әзірше осылай екен. Қалай ойлайсыздар? Қазақ боксшыларынан да аса ауыр салмақтың жұлдыздары шыға ма екен? Комментарийға жаза отырыңыздар. Соңына дейін көріп шыққандарың үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк баса отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to.